Басқа сұрақтарыңыз? Басқа сұрақтарымызда біздің неде тарихи кинолар көрсеткен кезде, деректі кинолар көрсеткен кезде әжелеріміз нені хиджаб киген, мысалы, әулет жердің жақтарын көрінеді, ал қыз-келіншектер, жастар, олар бәрі киген бас киім, немесе орамал таққанымен шаштары, немесе әулетшілері көрінеді. Біздің кейінде онда совет одағы Ол қашан түсірген кино? жалпыда біздің мысалы қазақ халқында. Енді қараңызшы, бұл кинолар барлығы Совет одағынан кейінгі түсіріліп жатқан нәрселер. Ал Совет одағына дейінгі заманның қазіргі күнде фотолар, архивтерден шығып жатыр ғой. Кішкентай қыздарға дейін киім-кешек киіп алған. Кішкентай 7 жасар қыздар, 8 жасар, 10 жасар қыздардың өзі химар дейді арабтарда. Тек қана былай емес, мынадан былай түсіп тұратын химар дейді, кеудені барлығын жауып тұратын. Бірақ кие салатын. Беті ғана тесік болады да, сонда мына омырауын бәрін бірақ жауып тұрады. Фотоларға қарасақ, жас қыздар жаңағы кинода көрсеткендей сәукеле деген нәрсе емес. Кәдімгідей химар киіп жүр да. Кәдімгі хижаб киіп жүр. Сондықтан фактически неге келетін болсақ, ата-бабаларымыз таза исламмен жүрген ғой. Таза исламды таза ұстанған. Жас қыздар бәлиғатқа толды ма, бітті, кигізіп тастаған. Ол кейін киноларды бүйтіп шығарып, қазіргі адамдар бұрынғы заманда солай болған секілді ойлайды да. Киноларда көрсеткендей айтады да, бұрын бүйтпеген, сөйтпеген деп. Қазір реальный фотолар шығып жатыр ғой, баяғы 100 жыл, 200 жыл бұрынғы фотолар. Француздың бір кеп түсірген несі бар, бір орыстың кеп түсірген фотолары бар. Қазір архивтан шығып жатыр, ескі фотолар. Қарап отырсам барлығы неме? Химар дейді ғой, жаңағы кимешекпен.